мынандай оқиға баяндалды. Тілдің кесапаты жайлы Мұса пайғамбардың бала кезінде болған мынандай оқиға баяндалады. Перғауын түс көреді. Түсінде Құдыс тарапынан келген үлкен бір оттың перғауындықтарды жалмап жұтып қойғанын көреді. Содан сәуегейлер айтады, яһудилерден бір бала туып билігіңді жояды дейді. Перғауын яһудилерден туған барлық ұл баланы өлтіріп отырған. Сол жылдары Мұса өмірге келеді ғой. Мұсаның анасы ешкімге білдірмей сандыққа салып, Мұсаны Ніл өзеніне ағып кетпейтіндей етіп байлап қояды. Бір күні байлауды ұмытып кетеді. Содан сандық өзеннің бойымен ағып сарайға барады. Сарай қызметкерлері тауып алған баланы Әсияға алып барады, перғауынның әйеліне. Әсия қуанып ол баланы перғауынға алып барады ғой. Перғауын бірден айтады, өлтіріңдер дейді. Өйткені қорқады, жүрегі тас болып қатып қалған. Перғауын ол баланы сырттан іздеп жүр. Сол Мұса өмірге келмесін деп 90 мың сәбиді бауыздап тастаған. Сонда Әсия айтады, осы бір бала аман қалсыншы дейді. Бұл бала өссе, саған да маған да көзайым болар дейді. Сонда перғауын айтады, саған көзайым болар дейді, маған әсте көзайым болмайды дейді. Пайғамбарымыз перғауынның осы сөзіне байланысты былай дейді. Егер перғауын саған да маған да көзайым болсын дегенде, Алла тағала оның жүрегін туралыққа салып қояр еді дейді. Қараңызшы, адамның бір ауыз сөзі тағдырының не жақсылыққа, не жамандыққа шешілуіне себеп болады екен. Әсия саған да маған да көзайым болсын деп еді, Алла тағала жүрегіне керемет иман нәсіп етті. Тұлғаңыздың биіктеуіне де, алысаруына да аузыңыздан шыққан әрбір сөз себеп болады.